Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте нәзік, дәмді пиццаға қамыр дайындаймыз. Ол үшін бізге құрғақ қашытқы, тұз, қаймақ, сұйық май, майонез және қант керек. Ең алдымен ыдысымызға жылы 150 мл суымызды құйып аламыз. Одан соң құрғақ қашытқымызды, қантымызды, тұзымызды, барлық ингредиенттерді суымызға реттілікпен қосамыз. Қаймақ және майонез. Жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды майда бөлшектермен қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз кішкене қолға жабысуы мүмкін. Сол кезде сұйық майды алып, үстінен құйып, тағы да 1-2 минут илейміз. Міне қамырымыз осымен дайын. Бетін пищевая пленкамен жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Біздің қамырымыз осындай әдемі болып көтерілді. Бұл қамырдан 2 үлкен пицца шығады. Ас болсын.